أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Бүгін бізде Аллаға махаббат деген семинар. Адам нені ниет етсе, сол нәрсе оған тиесілі дейді. Яғни біз шын жүрегімізді неге ашатын болсақ, мысалы сіз тамақ жегіңіз келген кезде, су ішкіңіз келсе, ниетіңізді суға қоясыз, иә? Ниетіңізді суға қойып тамақ жемейсіз ғой. Тура сол сияқты Аллахым маған екі дүниеме қайырлы болатын ілім бер деп ниетімізді жаңартып қояйық. Алла тағала сонда біздің жүрегіміздің мұқтаждығын көреді да, жүрегіміздің ішіндегі мұқтаждықты Алла көруші. Сөйтіп бізге сол жағынан бізге сол ризықты нәсіп етеді иншалла. Жалпы біз иманға келгеннен кейін көбіміз біз не істейміз? Иман еттім, Аллаға сендім дейміз. Аллаға сеніп, оған иман келтіргеннен кейін амал жасаймыз, намаз оқимыз, құлшылық қыламыз, Алла тағалаға барынша Алланың разылығын іздеуге тырысамыз. Енді осы аралықта бізде үнемі иманымыз күшті болып тұра бермейді. Кейде иманымыз әлсіреп кетті деп айтып жатамыз. Иманым әлсіреп кетті, менің намаздарымды қаза қылып қойдым, немесе жаңағыдай біреулер айтып жатады, орамалымды шешейін деп жатырмын деген сияқты, Бұның барлығы иманның әлсіздігі деп түсінеміз, Әйтсе де жалпы иман деген сөз ол сенім. Яғни ол адам қанша жерден иманым әлсіреп кетті дегенмен де, бірақ Аллаға деген сенім жоғалып кетпейді ғой. Аллаға сеніп тұрады, Бұл жерде әлсіреп кететін нәрсе ол Аллаға деген біздің сол ықыласымыз, махаббатымыз, Біз айтамыз, кез келген амал ол ықылас, шынайы ықыласпен жасалған амал ғана Алла тағалаға қабыл болады деп айтамыз, Ал енді сол ықыласты тудыратын нәрсе бізге, ықыласты тудыратын нәрсе біздің Раббымызға деген құлшылықтағы сондай шынайы, сондай бір хушухпен құлшылық жасауға, сондай бір бойсынған күйде, сондай Раббымыздың разылығын іздеген күйде сондай ықыласты болуымыздың негізгі себебі ол Аллаға деген махаббатымыз екен. Яғни бізде Аллаға деген махаббат болған кезде, Алланы шексіз жақсы көрген кезде, біз не істейміз? Алланың разылығын іздейміз. Раббым маған разы болса екен деп. Жай ғана біздің өзіміздің махаббаттарымызды елестетіп көрейікші. Біреуді жақсы көрсек, біз не істейміз? Сол жақсы көрген адамымызға ұнауға тырысамыз, Әсіресе енді бұнда қыз бен жігіт болып жүрген кезде, қыздар не істейді? Жақсы көретін жігіті пайда болған кезде, ой, сыртын әдемілей бастайды, түрін әдемілей бастайды, барынша соған әдемі көрінгісі келіп жатады. Не үшін? Өйткені жақсы көруде екі тараптың болуы маңызды. Яғни сіз мен ананы жақсы көрдім деп жүре бермейсіз ғой. Ол адамның да сізді жақсы көргенін қалайсыз, Сол үшін соның разылығын тапқыңыз келеді. Сол сізге ғашық болғанын қалайсыз. Сол сізді жақсы көргенін қалайсыз. Жарайды, басқа мысалы, анамызға махаббатты алып қарасақ та, анамызды жақсы көреміз. Анамыз қатты жақсы көргендіктен біз ең бірінші жақсылықты анамызға жасаймыз. Дұрыс қой, Қандай да бір нәрсе, мысалы сізге бір қымбат сыйлық беру керек болса, ең бірінші анаңызға бергіңіз келеді. Анаңызға құрмет көрсеткіңіз келеді. Анаңыздың көңілінен шыққыңыз келеді. Неге? Себебі анаңыз сізге разы болғанын қалайсыз. Міне, сондықтан да бұл нәрсе адамның фитрасында бар, адамның табиғатында бар. Біз жақсы көруге мұқтаж екенбіз. Және жақсы көрген нәрсемізге, сол жақсы көрген нәрсеміз үшін өмір сүруге. Біздің жақсы көруіміз біздің өміріміздің негізгі мәні. Біз енді Аллаға махаббат дегенде адамдар көбі былай ойлайды, ол бір жаңағы иманды күшейтетін жай ғана бір білім сияқты, ол білім иманды күшейтетін. Ол сонымен қатар ол біздің жүрегіміздің ішкі рухани тірегі. Аллаға махаббат ол біздің рухымыздың сондай мықты болуына әсер етеді. Себебі біздің мына өміріміз ол махаббатпен мықты. Мысалы байқасаңыздар, аналар балаларынан айырылған кезде өмірімнің мәнін жоғалтып алдым деп айтып жатады, Мысалы көп аналар айтады, балаларын айтады, менің өмірімнің мәні деп айтады. Балаларыңыз үшін жандарыңызды беруге дайынсыздар, Ол жерде сіздің өміріңіздің мәні болып тұрған ол махаббат, Енді қараңыздар, біз сол махаббат өміріміздің мәні қылып тұрған нәрсе, жақсы көрген нәрсеміз, ол неғұрлым мықты болған сайын біздің ішкі жаңағы өміріміздің мәні де мықты болады. Енді біз адамдарды жақсы көреміз, бірақ Алла тағала бізге қалай айтады? Адамдарды Алланың разылығы үшін жақсы көр дейді. Яғни Алланың сізге берген осы нығметі болғаны үшін, Алла тағала сізге осы нәрсені бергені үшін,
Сонда бұл жердегі нәрсе неге Алла разылығы үшін жақсы көру керек деп айтады? Бұл жердегі нәрсе ең бірінші мына жүрек толығымен Аллаға берілу керек. Ал қалған махаббаттың бәрі соның астында тұру керек та. Міне осы нәрсе себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сен дейді жүрегіңді Алладан басқа нәрсеге толық берме дейді. Себебі ол нәрсемен сыналған кезде сен көтере алмай қаласың дейді. Яғни біздің ішкі жан дүниеміз Раббымызбен, мысалы Раббымыздан басқа нәрселермен байланған кезде, біз сол нәрсемен сыналған кезде сынып кетуіміз мүмкін екен. Мүмкін емес, сынып кетеді екенбіз. Енді мен оны психолог ретінде өзіме мысалы қаншама консультацияға адамдар келеді. Негізі психологиялық проблемалар көп емес. Психологиялық проблемалар бар, айналып кетсе 3-4 проблема бар да. Барлығының да шешімі негізі ол Алла тағала бізге Құранда беріп қойған. Өйткені Алла тағала бізді жаратты. Бізді жаратқаннан кейін біздің жүрегіміздің қалтарыстарын да біледі. Санамыздағы қалтарыстарды да біледі. Бүкіл тәнімізге не қажет, жанымызға не қажет, ақылымызға не қажет, барлығын біледі. Сондықтан да бізге екі дүниеде бақытты болу үшін хақ жолды, яғни кітапты, Құранды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам арқылы тура жолды бізге көрсетті. Тура жол дегеніміз бізді екі дүниенің бақытына жеткізетін жол екен. Яғни, егер біз екі дүниенің бақытын тапқымыз келсе, Алла тағала бізге сол ақ пен қараны ажырататын нені жіберген? Фурқанды жібердім деп айтады. Яғни Құранды жібердім дейді. Жалпы дейді, Аллаға махаббат дегеніміз не? Бірінші соны ашып алайық. Біз енді айтып жатамыз, мынандай абстрактный ұғымдар бар ғой, жақсы көру, қорқу, тәуекел ету, сену деген сияқты. Біз мысалы көзімізбен көрінбейді ғой ол нәрселер. Сол сияқты Аллаға махаббат деген кезде біз біз күйеуге махаббатты, анаға махаббатты, балаға махаббатты білеміз, бірақ енді Аллаға махаббат деген не жалпы? Осы нәрсенің жалпы түсінігін біз білеміз ба деген сондай сұрақта. Аллаға махаббат дегеніміз дейді, бұл адамның жүрегімен, ниетімен және амалымен Алланы барлық нәрседен артық жақсы көруі және оған жақындауға ұмтылуы. Аллаға махаббат бүкіл нәрседен артық Алла тағаланы жақсы көру. Құранда Алла тағала не дейді бізге? Адамдар арасында әлде бір хикметтерді Алладан кем көрмей сыйынатындар да табылады. Яғни Алладан кем көрмей жақсы көретіндер де табылады деп аударылады. Сонда адамдардың ішінде Алланың хикмет дегеніміз бүкіл біздің айналамыздағы нәрселер, жаратылыстардың барлығы да негізі бізге алыс емес. Олардың бәрі Алланың жаратылыстары. Біздің балаларымыз да Алланың жаратылыстары, бізге жіберген аманаты. Анамызда, отанымызда, жерімізде, суымызда бәрін жақсы көруіміз керек. Оның бәрі себебі Алланың жаратылыстары, Алланың хикметтері. Сонда Алла тағала сол хикметтерді бізге мына дүниеде бізге жіберді. Біз, Алла тағала не дейді, сондай адамдар сол Алланың бізге бақытты болу үшін жаратып берген нәрселерін Алладан, Алланы сүйгендей оларды да сүйеді дейді кейбір адамдар. Қараңыздар. Бірақ не дейді? Мүміндер Алланы ғана сүйеді дейді. Міне, бізге осы жерде осы Аллаға махаббаттың анықтамасын Алла тағала өзі беріп тұр. Бүкіл жаратылысты Алла тағала негізі бізге мына дүниеде бақытты болуымыз үшін берген. Мысалы, шыр етіп дүниеге келген кезде Алла тағала бізді сондай қамқор, біз егер дүниеге сол келген күйінде анамыз болмаса жанымызда, қорғайтын, мейірім төгетін әкеміз болмаса, біз бір әр кетсе бір 5 сағат өмір сүре шығармыз, Одан кейін біз мұқтаж, өйткені біз суға мұқтажбыз, анамыздың сүтіне мұқтажбыз, яғни тазалауға мұқтажбыз, көтеруге мұқтажбыз, қамқорлыққа мұқтажбыз. Сондай бір мұқтаж қылып Алла тағала жаратты. Және де соны жаратқан кезде, сол кездің өзінде Алла тағала бізге өзінің мейірімін төгетін, жүрегіне бізге деген махаббатты салып қойған анамызды бірге жаратты. Ал Алла тағала, біз ойлаймыз ғой, ол естествен нәрсе ғой, кәдімгі табиғи нәрсе ғой, ана болғаннан кейін баласын жақсы көреді ғой деген сияқты қарауымыз мүмкін. Оның өзі негізі Алланың бізге беріп қойған инстинкт дейді ғой. Инстинкттің өзі Алланың ғылымымен болатын нәрсе. Сонда Алла тағала сол шыр етіп біз дүниеге келгеннен бастап бізді өзінің қамқорлығына анамыз арқылы алып қойды. Ендеше қараңыз, бұл
Алла тағала оның барлығын біз үшін жаратқан болса, бізге Алла тағала не деп тұр? Сен енді құлым мені танып, мені жақсы көр. Яғни бүкіл әлемнің Раббысы Алла тағаланы жақсы көр деп тұр да. Сендердің мал дүниелерің, жақсы көрген ата-аналарың, балаларың, жақсы көрген сауда саттықтарың, туысқандарың, құда жекжаттарың, бүкіл нәрсені айтып келеді да. Егер Алладан және оның елшісінен артық болса, онда Алланың үкімін күтіңдер. Алла тағала айтты. Сонда адамның егер осы нәрсенің барлығы Аллаға деген махаббаттан жоғары болатын болса, онда адамның өмірінде хаос басталады. Енді мен өзім психолог болғаннан кейін, маған мысалы психологиялық проблемамен келеді адамдар, ең бірінші проблемалар осы жүректі Алламен байланбау. Жаңа айтып кеттім, психологик проблема көп емес. Ең негізгісі адамның, оны психологияда мынандай нәрсе дейді, созависимые отношения деп айтады. Яғни ол проблема екенін мойындайды. Бірақ олар шешімді Алладан іздемегендіктен уақытша ғана бір проблемасын шешіп беруі мүмкін. Сонда адам бұл жерде айтатын нәрсе, жүрек, оны қазір тағы да тоқталамыз, Алламен байлану арқылы ол полноценны, толыққанды шынайы бақытты сезіне алады екен өмірде. Тек Аллаға жүрегін берген кезде толығымен, басқа нәрселерсіз. Адам мынандай 5 жағдайда жақсы көреді екен. 5 жағдайда. Жалпы жақсы көру деген ол біздің Алла тағала мына жүрегімізді берген кезде инстинкт, табиғи инстинкт берген ғой, жақсы көру, біреуді ұнату деген, осы сезімдер қалай пайда болатындығы туралы 5 түрлі нәрсені айтады. Бірінші, адамның нәпсісінің кемелдік пен мәңгілікке деген махаббаты. Яғни адам ең бірінші жақсы көретін нәрсесі нәпсісіне ұнайтын нәрселер екен. Өзінің тәни нәрселері. Мысалы біз нені жақсы көреміз? Ұйықтағанды жақсы көреміз, кейбіреулер дәмді тамақ жегенді жақсы көреміз. Мысалы ауырғанды ұнатпаймыз, ауырмай күшті болып жүргенді жақсы көреміз. Мәңгілік өмір сүргенді жақсы көреміз, ешқандай, яғни бүкіл адамның жек көретін нәрсесі ол өлім. Өлімді жек көреміз, бәріміз. Сонда адам өзінің нәпсісіне ұнайтын нәрселерді жақсы көреді екен. Осы нәрселер оған махаббат сыйлайды екен. Екінші нәрсе, өзіне жақсылық жасаған адамға деген махаббат. Яғни екінші махаббат қай кезде туады екен? Өзіне жақсы нәрселер істеген, жақсылық жасаған адамды. Қазір біз мына жерде отырмыз, бір адам бізге жақсылық жасайтын болса, біз оған жақсы қарай бастаймыз, жақсы көре бастаймыз, Мысалы, бір адам бізге мал дүниесімен бөліп берсе, ақшалай көмектессе, немесе бір дұшпанымыздан құтқарса, бір жерде қиналып тұрған кезде бізді қиындықтан шығарып жіберсе, мысалы, жаңағы дәмді тамақтар берсе, ризығымызға біздің көмектесе, қарызданып кетсек, қарызымызды жапса, біз үшін ол адам жақсы көреді. Сонда адамның психикасына сондай, оған жақсылық жасаған адамды жақсы көретін. Үшінші, жалпы жақсылық, ізгілік жасайтын адамға деген махаббат. Мысалы, ол адамды ол көрмеген болуы, өмірінде көрмеген болуы мүмкін. Бірақ ол адамның сондай жақсы қасиеттерін есту арқылы, мысалы, бір патша бар дейді, біз патшаны көрмедік. Сол патшаның әділдігі туралы, сол патша мына мемлекетті өте жақсы басқарып жатыр. Мысалы, айтып жатыр, әділ басқарып жатыр, мемлекеттегі халықтың жағдайын күшті жасап жатыр, өте мейірімді екен деген сөздер арқылы біз патшаны жақсы көре бастаймыз. Хотя көрмесек. Мысалы, көп адамдар әншілерді жақсы көре бастайды. Ой, ана әнші деген қабілеті күшті екен, өте қарапайым екен. Мысалы, Димаш Құдайбергеновті жаңағы әлем бойынша танып, біреулер шетелден қанша қаражатын жұмсап, үлкен кісілер жаңа жылап, еңіреп концертіне келіп жатыр. Неге? Оны көрген жоқ. Ол оған ешқандай жақсылық жасаған жоқ. Бірақ оның жақсы қасиеттерін есту арқылы адамның жүрегіне махаббат. Мысалы, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ешқашан көрген жоқпыз, бірақ біз оның сол жақсылық қасиеттері арқылы, оның пайғамбар екендігін білу арқылы жүрегімізде махаббат бар. Абу Бәкірді көрген жоқпыз біз, Абу Бәкірді көрген жоқпыз, бірақ Абу Бәкірдің соншалықты исламға істеген нәрселерін, оның көркем мінезін білу арқылы біз не істейміз? Абу Бәкірді жақсы көреміз, Сол сияқты, мысалы, ғалымдардан Абу Ханифа дейміз, Абу Ханифаны жақсы көреміз, имам Шафиғи дейміз. Сол сияқты, мысалы, қазіргі біздің қоғамда болып жүрген бір сондай бір жақсылық жасайтын адам болса, біз соны көрмесек те жақсы көруіміз мүмкін екен. Енді одан кейін төртінші, жалпы адам сұлулықты, сыртқы көріністі
жаңағы жақсы көреді. Сұлулықты сыртын да ішінде жақсы көреді. Мысалы біз шынымен де адамға қараған кезде бірінші түріне ғашық боламыз, иә? Сұлулығына ғашық боламыз. Бір сұлулықты көрген кезде, мысалы бір адамдар мен мысалы Көкшетауды жақсы көремін деуі мүмкін, иә? Неге? Өйткені Көкшетау оған сондай бір әдемілік, сұлулық беруі мүмкін. Және бесінші, өзі мен басқа адамдардың арасындағы жасырын, яғни көзге көрінбейтін байланысы бар кісіге деген махаббаты. Адам біреуді жақсы көрген кезде ішінде оның құндылығы мен ана адамның құндылығы сәйкес келген кезде солай бір-бірін жақсы көреді. Мысалы бізге ештеме жақсылық жасамаса да бір адамға ғашық болып қалуымыз мүмкін ғой, иә? Мысалы бір жігітке енді тұрмысқа шығатын кезде, иә, мысалы сонда адамды жақсы көруі оның ішкі одағы бір жақындықты сезу екен. Яғни оның мынаны ұнататын нәрсесін ол да ұнатуы мүмкін. Оның ойындағы нәрсені ол жасап тұруы мүмкін. Мысалы ол бірдемені осындай болса екен деп жүр ма? Анау сондай болды. Яғни бізде рухани байланыс болғандықтан ол адам бір-бірін жақсы көріп кетеді. Сіз құрбы таңдаған кезде де екеуіңіз сөйлесіп бір андай ортақ әңгімелеріңіз бар. Сіз де Құран үйренгіңіз келіп жүр, ол да Құран үйренгісі келіп жүр. Екеуіңізді бір ортақ нәрсе байланыстырады да бір-бірлеріңізге махаббаттарыңыз ашылады, иә? Міне, сонда осы 5 түрлі нәрсе арқылы адамда жалпы махаббат пайда болады екен. Имам Ғазали айтады, осы 5 инстинкт, 5 жақсы көруге де негізгі лайықты ол Алла Тағала. Қазір оны дәлелдейміз. Жалпы Құранда Алла Тағала Әл-Имран сүресінде айтады, зерделі жандар дейді, тұрса да, отырса да, Алланы ұмытпайды. Аспан мен жердің жаратылысына ой жібереді. Содан кейін, ей Алла, бұларды бекер жаратқан жоқсың, сен пәксің, бізді тозақтың тауқыметінен сақта дейді. Енді бұл жерде біз мән беретін нәрсеміз зерделі жандар. Бұл жерде ақыл салып ойланатын жандар, егер ақылды іске қосатын болса, онда ол түсінеді бағанағы 5 жақсы көру сезімі арқылы барлығының келіп тірелетін жері Алла Тағала екенін. Бірінші себеп, өз нәпсісін, Раббысын таныған адам, өмірдің болмысы Алладан келетін, өмірдің мәңгілігі мен кемелдігі Алла Тағаладан берілетінін нығмет екенін түсінеді. Иә? Мысалы, мен тәнін жақсы көретін нәрселерді жаңа жақсы көремін дедік қой, иә? Енді адам осы тәнін зерттей бастаса, неге адам мысалы ішіп жейді, бүкіл тәннің қажеттіліктерін бәрін беріп жатқан кім? Оны осылай көретін қылып, естейтін қылып, ойланатын ақыл берген кім? Алла Тағала. Мысалы мен нені жақсы көруім мүмкін? Дәмді тағамдарды жақсы көруім мүмкін, иә? Дәмді тағамдарды. Мен андай мысалы торт жақсы көремін. Енді сіздерге осы тортты қазір мына жерде толтырып қоятын болсақ, сіздер әрі кетсе 5 минут жегеннен кейін ол тортты жүректеріңіз айнып жақсы көрмей қаласыздар. Дұрыс па? Яғни ол жай ғана Алла Тағаланың бізге берген бір тәни қажеттілігі. Адам осы нәрсенің бәрін ақиқатын түсінгенде, Алла Тағаланың оның тәнін де жаратқан Алла Тағала екендігін, және де мәңгілік өмір тек Алланың қасында екендігін, мәңгілік бақыт Алланың қасында екенін білген кезде, ол жақсы көруге лайықты Алла Тағала екенін біледі. Мысалы, сіз ыстық күн, ыстық шыжып тұр дейді, сіз ыстықтап келе жатсыз. Бір кезде анада жерде көлеңке көрдіңіз. Сіз барып көлеңкеге тұрдыңыз. Сол кезде сіз көлеңкені жақсы көресіз бе, әлде көлеңкені түсіріп тұрған ағашты жақсы көресіз бе? Ағашты жақсы көресіз, иә? Яғни сіз барып, ой, көлеңке, мына көлеңке не деген жақсы, рахмет деп айтпайсыз ғой. Сіз сол көлеңкені түсіріп тұрған ағашты жақсы көресіз. Мына ағаш, машалла, қандай күшті ағаш, күшті көлеңке беріп тұр, таза ауа, самал жел соғып тұр деген сияқты. Тура сол сияқты дейді. Ендеше біз нәпсімізді жақсы көріп, сол нәпсіміздің дәмін сездіртіп тұрған Алла Тағаланы қалай ұмытып кетеміз дейді. Сіз мына суды ішкенде шөліңізді қандырып жатқан, суды беріп тұрған Алла Тағала, және сол шөлді қандыру сезімін берген Алла Тағала. Яғни сіз шөліңіз қанды, суды іштіңіз, рахаттандыңыз. Мысалы, сок ішкісі келетін адам сокты ішті, бірақ сол соктың дәмін сезуді берген Алла Тағала ғой. Екінші себеп, егер пенде ақиқатты түсінсе, оған жақсылық жасаушы тек Алла екенін түсінеді. Иә? Қараңыздар. Мысалы, бір адам бізге айттық жаңа, иә, қиындықтан құтқарса жақсы көреміз, ойбай деп. Қарызымыз болып тұрған кезде, мә қарызыңды төле деп $1000 берсе, сол адамнан атқан жақсы адам жоқ болып жүреді, иә.
бірақ бізге сол ситуацияда шығуға сол адамды жіберіп тұрған кім? Алла тағала. Сол адамның көкейіне сізге жақсылық жасауды беріп тұрған кім? Алла тағала. Мысалы дейді, сізді бір бәріңізді қазір бір үлкен қазына дейді, мына жер толған ақша дейді, соның ішіне кіргізіп жіберді бір адам, кіргізіп жіберді, айтты, осы жерден қалағаныңша алып, қалағаныңша жұмсай бер деп айтты. Біз не істейміз? Кімді жақсы көреміз? Егер біз сол жерде мына адамға рахмет айтып кетсек, біз Алланы танып тұрып, адамға рахмет айтпаймыз. Бірінші Аллаға шүкір етеміз, дұрыс айтасыз. Сонда қараңыздар, бұл жерде былай айтуы мүмкін, оны беріп жатқан адам ғой деуі мүмкін, бірақ сол адамның көкейіне сізге жақсылық жасауды салып тұрған кім? Алла тағала. Жақсылық жасаудың келуі неден дейді? Біріншіден, ол Алланың бұйрығы болғандықтан. Алла тағала не деді? Мен сендерге ризық бердім, ризықты Алла жолында жұмсаңдар деген аятты білгеннен кейін ол не істейді сізге? Жаңағы жақсылық жасап тұрған адамды сіз жақсы көріп жатсыз ғой. Бірақ ол кімнің бұйрығымен жасап жатыр сізге жақсылық? Алланың бұйрығымен. Үшінші себеп, жақсылық жасаған адамның ізгілігі саған жетпесе де оны жақсы көруің. Яғни біз жаңа айтып кеттік, бір жаңағы патша өте мейірімді, сондай әділ патша бар екенін білеміз. Біз ол маған ештеме жасамаса да мен оны жақсы көремін, сондай жақсы, оның жақсы сипаттары арқылы жақсы көремін. Енді қараңыздар, Алла тағала бізге жақсы көру тұрғысынан 99 көркем сипаты бар, Алла тағала қандай? Ешбір кемшілігі жоқ. Субханалла дейміз біз. Кемшілік атаулыдан пәк. Ал біз қанша бір адамды жақсы көрсек, мысалы кумирімізді, біреу жаңа Димашты жақсы көрсе, біреу Абу Бакрды жақсы көреді, бірақ олар бір пенде, бір арасында қателіктер жасайды. Ал енді соншалықты кумир қылып, бүкіл нәрсесін ешқашанда сіздің көңіліңізді қалдырмайтын ол Алла тағала. Ар-Рахман, Ар-Рахим, оның мейірімінде шек жоқ. Әл-Ғафур, кешірімінде шек жоқ. Ол қамқор саған. Ол саған бүкіл нәрсеге мұқтажыңды өтеп беруші. Ризық беруші. Қараңызшы. Сонда осы жаңағыдай сипаттарымен жақсы көруге лайықты кім? Алла тағала. Айдаладағы шетелдегі мысалы жаңағы Криштиану Рональдо деп айтып жатады. Сол Криштиану Рональдоның отбасына дейін қашан әйелімен ұрысты, қашан әйеліне сыйлық берді, қашан әйеліне бриллиант берді, бәрін біледі. Өйткені оны зерттейді, тануға тырысады, жақсы көреді. Ал дәл солай сіз Раббыңыздың есімдерін терең түсініп жүрсіз ба? Жақсы көру үшін да. Раббым менің маған беруші, сол беруші сипатын сен зерттеп көрдің ба мысалы да? Ал олар не істейді? Сол дүниелік бір көмер үшін бүкіл өмірін сарқылып соны зерттейді. Ал Алла тағала сипат, оның бүкіл сипатында мін жоқ. Мін жоқ. Сен ешқашан Алла тағаладан көңілің қалмайды. Және Алла тағаладан бір мін таба алмайсың. Ендеше бізге жақсы көруге лайықты кім екен? Алла тағала екен, Енді төртінші себеп, сұлулыққа жету мақсатында әрбір сұлу нәрсенің артынан еріп, емес оны болмыс сұлулық үшін жақсы көру. Яғни сұлулықтың көрудің екі түрі бар екен. Біріншісі көзбен көру, екіншісі жүрекпен көру. Біз жаңағы инстинкті түрде жақсы көрген кезде, мына көзбен көріп жақсы көрген. Вау, қазіргі мысалы Алланы танымаған адамдар не дейді? Олар мына табиғат ананың жаратқаны дейді. Табиғат ана, жер ана деп, таңғалып соны жақсы көріп жатады, Олар тек қана жаратылысты мына көзімен ғана көреді екен. Сонда егер біз сол тауға қарап тұрып жүрек көзін қосатын болсақ, біз ол жерден кімді көреді екенбіз? Алла тағаланы көреді. Сол таудың сұлулығын мінсіз етіп жаратып беріп тұрған кім бізге? Алла тағала. Сонда айтады, біз Алланы негізінде сұлулық, кез келген сұлулық, ол жақсы көруге тұрарлық дейді. Бірақ сіз оны қараған кезде сыртқы көзді ғана емес, жүректің көзінде қосыңыз. Сол сияқты мына ауаны жұтатын қылып жасап берген. Егер қазір мына ауа, мына өсімдіктер болмаса, дым өсімдік болмаса, біз баяғыда уланып өліп қалатын едік. Себебі Алла тағала бізге мына өсімдік ағаштардың барлығын
ауаның фильтрі қылып жаратқан. Баяғы биологияда өтетін еді ғой. Көмір қышқыл газын жұтып, оттегі газын шығарып тұрады деп. Мысалы, қазір үйімізге бәріміз фильтр орнатып жатырмыз, иә? Таза су ішейік, экологично дейді, бәленбай миллионға. Ал сізге Алла Тағала бәленбай миллион, миллиард тұратын фильтрларды қойып қойған. Сол ауа бізге әшейін ауа емес. Соны біздің өкпемізге түскенде зиянсыз болу үшін Алла Тағала осылай табиғатты фильтр қылып жасап қойған. Қараңыздар, оның бәрі қалай мінсіз келіп тұр бізге. Мына жердің өзі, жер дөңгелек, бірақ біз жүрген кезде Алла Тағала дейді, сендерге жерді төсеніш етіп жаратпадым ба? Төсеніш деген сендер құламайтын қылып, аяқтарыңның астына төсеп. Ал шындығында біз дөңгелек шардың үстіне жүріп көрейікші қазір. Жүре алмаймыз. Бірақ бізге соны төсеніш қылып, яғни ыңғайлы қылып тұрған Алла Тағала. 5-ші себеп, адам баласы Алла Тағаланың жер жүзіндегі халифасы болуға рух ақиқатымен бірге келеді. Мен, мысалы, Нұржанар апаймен жақсы подружка болу үшін, жақсы құрбы болу үшін, екеуміздің ортақ бір тақырыбымыз болу керек, ортақ рухани байланысымыз болу керек. Яғни адамды адаммен байланыстыратын оның сыртқы келбеті емес екен. Мысалы, бір адамды біз сұлулығына қарап, деп жақсы көріп, әдемі екен деуіміз мүмкін, бірақ біраз уақыт сөйлескеннен кейін оның мінезінде, оның рухани ешқандай бізге ортақ нәрсе болмағаннан кейін біз ажырап кетеміз тем арасында, Сонда бізді байланыстыратын рухани байланыс екен. Яғни рухқа жақын болуы. Ал енді қараңыздар, рухтардың ішіндегі ең бізге жақын кім? Алла Тағала адам баласын топырақтан жаратып, оған өзімнің рухымнан рух үрледім. Біздің рухымыз кімнен? Раббымыздан. Сонда бізге ең жақын Алла Тағала. Рухымыз, яғни Алла Тағала жер бетінің халифасы етіп жаратамын деп Алла Тағала адамды жаратқан кезде, рухын тіпті адамды өзі топырақтан Алла Тағала өзі жаратқан. Сондай махаббатпен, Абай айтқанда, махаббатпен жаратқан адамзатты деп. Және рухты өзінен үрлеген. Сондықтан да біз үнемі рухани тұрғыда Раббымызға мұқтажбыз. Жаңа айтып кеткендей, рухани бір-бірімізден байлансамыз, мысалы, қалай жамағат бір-бірімен сондай құрбы, мысалы, сіздер, мысалы, бір-бірлеріңізді бұрын танымағансыз, бірге оққан жоқсыз, бір ортақ бір жаңағы жұмыстарыңыз жоқ, бірақ рухпен байланыстыңыздар да, Аллаға деген махаббат арқылы. Сол сияқты сіздің рухыңыз Алладан келгеннен кейін үнемі Алланы іздеп тұрады. Осы жерде Аллаға махаббат бұл адамның рухани тірегі, қыздар. Жаңа айтып кеттім, тәуелді қатынас деп. Бізде тәуелді қатынас болмас үшін тек жүрегіміз Раббымызбен ғана байлануы керек. Егер жүрегіміз Раббымызбен байланған болса, бізде жаңағы кез келген өмірдегі дүниелік нәрселер біздің жүрегімізді сындырмайды. Мысалы, мынандай бір нәрсе мынаған тіреліп тұрса да, мынау кеткен кезде құлайды ғой, міне қараңыздар, мынау бүйтіп тұрса, мынау кеткен кезде құлайды. Ал егер бұл нәрсе уақытша нәрсе болса, сіз адамға байлансаңыз, ол адам мәңгі болмайды ғой. Сондықтан кез келген уақытта ол адамнан айырылған кезде сіз құлайсыз. Немесе дүниеге байланған, біреу ақшаға байланған болуы мүмкін. Ақшасы бар кезде күшті, ақшасы жоқ кезде сынып кетеді. Ол да мәңгі емес, бір күн Алла Тағала ақшасын алып қояды. Және бір қызығы, сіз неге ішкі тірек қылып аласыз, Алла Тағала сол нәрсемен сынайсыз. Неге? Өйткені сізге именно Алла Тағаламен байлану керек та. Сол нәрседе ғана бақытты боласыз. Сондықтан Алла Тағала сізге көрсетеді. Бірінші осылай көрсетеді. Құлым, сен әлсіз тұрсың деген сияқты. Енді қараңыздар, қай нәрсе мәңгі тірелген кезде? Алла Тағала. Яғни Алла Тағала сізді ешқашан тастамайды. Алла Тағала, сіз Алла Тағаланы ешқашан жоғалтып алмайсыз. Және ешқашан сізді сатпайды. Ол мәңгілік. Сондықтан мынау тірек Раббыңмен байланған кезде ол мықты болады. Сен ешқашан құлап қалады деп қорықпайсың. Сонда сен ешқашан өзіңді жоғалтып алмайсың. Яғни тірегің Раббың болған кезде ғана ол мықты болады. Иман келтіргендердің Аллаға деген сүйіспеншілігі өте күшті дейді. Көрдіңіз бе? Неғұрлым сіздің Аллаға деген сүйіспеншілігіңіз күшті, соғұрлым сіздің иманыңызда мықты. Жақсы көрген нәрсе біздің өміріміздің мәні болып есептеледі. Мысалы, айтады, мен өмірімнің мәні жоғалып кетті деп біреуден айырылған кезде адамдар айтады. Немесе бір
карьерамен қатты байланып қалған адамдар карьерасын, мысалы, біреу немен парамен ұсталып, жаңа банкротқа ұшырап кеткен кезде өз-өзіне қол салып жатады. Неге? Өмірінің мәнін жоғалтып алды да. Өйткені ол қатты дүниені жүрегіне кіргізіп алды. Көрдіңіз бе? Жүрекке дүние кірген кезде ол не? Адам әлсіз болады. Дүние кез келген уақытта кетіп қалуы мүмкін ғой. Міне, сондықтан да біз Алламен байлану арқылы өміріміздің мәні не болады? Мықты болады. Аллаға махаббатсыз жүрек әлсіз. Мысалы, сіз Алла Тағаланы қатты жақсы көрсеңіз, еске алған сайын жүрегіңізге не? Қуаныш. Мысалы, мынандай біреуді жақсы көрсең, соны еске ала бергің келеді, иә? Ата-аналар, баласы бар әйелдермен жиналып қалсаң бітті, бәрінің айтатын әңгімесі бала. Ана балам, ана оқу, анау бала, иә? Бойдақ қыздар жиналып қалса айтатын әңгімелері жігіт. Ана жігіт, мына жігіт деген сияқты, иә? Яғни бәрі не? Өзін жақсы көрген. Ал енелер жиналып қалса айтатындар немерелері, иә? Жамандайтындар келіндер болуы мүмкін енді. Бірақ жақсы көретін нәрселерін айтады, немерелерін айтады. Сол сияқты сіз жақсы көрген нәрсеңізді еске алғыңыз келіп тұрады. Көрдіңіз бе? Яғни сіз неғұрлым махаббатыңызды арттырасыз, сіз әрбір Алла Тағаланы еске алған сайын жүрегіңіз тыныштық табады. Және хадис құдсида Алла Тағала айтады ғой, құлым мені еске алған кезде дейді, мен оны еске аламын. Сізді әлемдердің Раббысы еске алып жатыр. Ойлаңызшы. Сіздің Алланы еске алуыңыз ол сіз үшін үлкен мәртебе, себебі сізді Алла Тағала еске алады. Ойлаңызшы, президент, ой, осы Бибінұр деп сіздің атыңызды атаса да, қандай сезімде боласың? О, міне Бибінұр, міне молодец деп, е? Ал енді әлемдердің Раббысы Алла Тағала, сіз оны еске алған кезде, сізді еске алады. Одан кейін, яғни Алланы жақсы көру рухтың тыныштығы, жанның тұрақтылығы. Яғни Аллаға махаббат рухани күш. Алланы сүйген адам қиындықта сынбайды. Бағана айтып кеттік қой. Мынау тірек болса, егер оған қандай да бір сынақ келсе, мысалы дүниелік сынақтармен сынаса, иә, ол оған байланбаған болса, ол Алламен байланған болса, ол сынбайды. Я, оған қиындық болады. Эмоция болмайды деген сөз емес, қыздар. Біреулер айтады, сонда не, ол қайғырмай ма, жыламай ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям баласы қайтыс болғанда жылаған. Сол кезде айтқан ғой, я Расулалла, сіз жылап жатсыз ғой деген кезде. Жылау ол Алланың берген табиғаты. Яғни адам қайғырғанда жылайды. Ол мәселе ода емес, ол сынып кетіп өмірінің мәнін жоғалтып алуда. Мына өмір сүруге деген құлшынысының азайып кетуі. Сондықтан да міне Раббысымен байланған адам, ол қиындыққа сынбайды. Жалғыз қалса да, ол Алла онымен бірге екенін біледі. Алла Тағала айтады ғой, Духа сүресінде, иә? Раббың сені тастамады да, тастамайды да дейді. Раббың әр сәтте саған соны айтып тұр. Раббың сені тастамайды. Бүкіл әлем сенен бет бұрса да, Раббың сені тастамайды. Ойлаңызшы. Одан кейін сынақта сабыр етеді. Құранда Алла Тағала не дейді? Расында Алла сабыр еткендермен бірге. Уже Алла, Раббым, сен маған осы қиындықты бердің, өзің шешімін берушісің деп дұға еткен кезде, сіз Раббыңызбен біргесіз, иншалла. Одан кейін Алланы сүю мінезді түзетеді. Алланы жақсы көрген адам, ол Алланың үнемі оның бақылауында екенін сезеді. Және де Алланың разылығын іздеп тұрады. Ал Алланың разылығын іздеп тұрған адам ешқашан жамандық жасамайды ғой. Я? Оған қаншалықты нәпсісіне ауыр бітіп сынбай жатса да, жоқ, Алла үшін істеймін осыны деп істейді да, ол нәрсені, жақсылықты, я? Және де Аллаға махаббат жол көрсетуші шам. Жүрегінде Аллаға деген махаббат болған адам, ол адаспайды. Ол үнемі Алланың разылығын іздеп тұрғанда, ол ешқашан адаспайды. Және де дейді, құлым маған қарай жақындаса, мен оған одан да жақындаймын дейді. Құлым маған қарай бір құлаш жақындаса дейді, бір қарыс, мен оған бір құлаш жақындаймын. Құлым маған қарай бет бұрса дейді, мен оған қарай жүремін дейді. Құлым маған қарай жүрсе дейді, мен оған қарай жүгіремін дейді. Сіз Раббыңызды жақсы көрдіңіз ба, Раббыңызға бет бұрдыңыз ба, Алла сізге өзінің разылығына жеткізетін жолды аша береді. Құран үйренесіз, мешіттің есігін ашып қояды. Міне, бүгін сіздер осы жерге келіп отырсыздар, сіздің жүрегіңіздер бір қарыс болса да Алла Тағалаға деген Раббым деген бір сөз болған болуы мүмкін. Алла Тағала сізге
келе ғой құлым, міне маған қарай ілім, есігін ашып қояды да. Сіз неғұрлым Раббым деген сайын, Раббыңыз сізге қарай жүгіреді. Раббыңыз, яғни ол Алла Раббым деген адамның адасуы мүмкін емес. Алла тағала оған оны жүрегіне шынайы Алланың разылығын іздесе, Аллаға қарай Раббым маған өзіңе жақындатшы, тура жолыңа салшы десеңіз, Алла тағала міндетті түрде сізге қайырлы ілімнің есігін ашып қояды екен. Енді айтып жіберейік бәріміз, Аллаға махаббат бізге не береді екен? Рухты тірілтеді. Бағана айтып кеткен, біздің рухымыз тек Раббымызға деген махаббат арқылы тірі болады. Психолог ретінде келеді да, бәрі бар менде дейді. Сондай бір әйел келді. Бай, күйеуім, общем, айтқан бәрін істейді дейді. Короче, менде бәрі бар дейді. Бірақ мен бақытсызмын дейді. Қызық, қараңыздар. Сонда айтады, үнемі бір нәрсе жетіспей, менің ішімде бір нәрсе жетіспей тұрады. Тура осылай айтып маған бір әйел келді. Бәрі бар дейді. Ақшасы да бар. Енді психологқа любой адам келе бермейді ғой. Сол кезде намаз оқымайды бір. Жаңағы именно менің ислам психологы деп тауып келген ғой. Бәрібір бір Алла керек екенін, мұқтаж екенін, Алла тағалаға жаңағыдай Раббым маған толтыршы деген ба бірдеме болып тұр ғой енді. Алла тағала оған өзіне қарай есікті ашады да. Сөйтіп жаңағы осы нәрсені түсініп жатыр да. Бір адамның жүрегінде бір орын бар дейді. Бір қуыс бар дейді. Ол қуысты тек Алла ғана толтырады. Басқа ештеме оны толтырмайды екен. Ештеме оны айырбастай алмайды екен. Жаңағы Алла жоқ, атеистпін, анау-мынау деп жүрген адамдардың өзі бәрібір олар түптің түбінде ішінде бір нәрсе жетіспей тұрады. Бәрібір ол нәрсені сезеді олар. Аллаға махаббатты жүрегімізге сіңіру үшін не істеу керек? Ең бірінші жолы дейді, бұл дүние махаббатынан алшақтап, Алладан өзге нәрселердің барлығын жүректен шығарып тастау. Бағана мен айтып кеттім, жүрек толық Аллаға берілу керек деп. Батыс ойшылдарының бір сөзі бар. Мен тамақ ішу үшін өмір сүрмеймін дейді. Мен өмір сүру үшін тамақ ішемін дейді. Негізі осы формула былайша айналып кезде. Біз сол қарнымызды дүние деген не? Дүние деген сіздің тірі болуыңыз. Мына мидың бір функциясы бар екен. Мен аман алып қалу деген. Адамды аман алып қалуым керек деген. Негізгі біздің аман алып қалу ғой, негізгі біздің дүниеміз. Яғни аш болып қалсам өліп қалам, киімім жоқ болса жалаңаш болып қатып қалам, үйім жоқ болса жаңағы қатып өліп қалам. Барлығындағы қорқынышты тірі болу, ішіп жеу, біз ішіп жеу үшін жұмыс істейміз. Сонда ішіп жеу үшін жұмыс істеген кезде, егер менің ол өмірімнің мәніне айналып кететін болса, былайша туалет пен кухняның арасында өмір сүргенмен бір видео айтады, Сонда ал енді ғалымдар не деп тұр? Өмір сүру үшін ішіп же. Сен үшін ол тек қана қуат көзі ғана. Яғни дүние ол құрал ғана менің өмір сүруім үшін. Абу Ханифаның оқиғасы бар ғой, Сонда бір күні оған адамдар келеді. Абу Ханифа, сенің керуенің тоналыпты дейді. Яғни керуеніңді қарақшылар тонап алып кетті. Сонда Абу Ханифа альхамдулилля. Бір кезде барса, ол Абу Ханифаның керуені емес, оның керуені аман есен келеді. Сосын жаңағы адам тағы жүгіріп келеді. Абу Ханифа, сүйінші, ол сенің керуенің емес екен. Ол басқа керуен екен дейді. Альхамдулилля. Ана кісі түсінбей қалады да. Ұстаз сұрасам бола ма дейді. Сен жаңа дейді, басыңа бір қайық алып келгенімде дейді. Енді сен ойлаңыз, бір керуен деген бұл кәдімгі үлкен қаражат қой енді ол. Сен қаражат соны жоғалтып алдың деген кезде сен қайғырып сөйте ма деп едім, сен альхамдулилля деп айттың. Енді келіп таптым деген кезде сен қуана ма деп едім, жоқ, сен тағы да альхамдулилля деп айттың. Сол кезде не дейді ол? Ең бірінші сен жаңағы керуен жоғалып кетті деген кезде мен жүрегіме қарадым дейді. Жүрегім тып-тыныш дейді. Сосын альхамдулилля деді. Сонда қараңыздар, салиқалы адамдардың барлық уайымы жүрегі да. Дүние емес, Раббысымен байланысы. Сосын барып сен қуанышты хабар алып келгенде тағы жүрегіме қарадым. Жүрегім тыныш. Альхамдулилля деді. Негізгі еркіндік қой, ол үлкен еркіндік. Адамның дүние үшін күйіп піспеуі. Былай қарап тұрсақ та, біреумен араласқан кезде, ол сіздің дүниеңіз үшін араласып жатса, сіз ол адам жақсы көрмейсіз. Айтыңызшы, сіздің ақшаңыз үшін жүрген досты кім жақсы көреді? Мынау мені пайдаланып жүр деп, мысалы, жек көреміз, Сол сияқты кез келген нәрседе дүние үшін болған нәрсе,
ол бір өте төмен нәрсе. Мысалы бір адам басшылыққа келіп дүние жинаса, пара алса мысалы, ол нағыз жаман басшы болады ғой. Ал жоқ, алла разылығы үшін мен мемлекетімді, жаңағы халқымды ойлайын, мемлекетімді ойлайын деп ешқандай мал жинамаса, жаңағы дүние жинамаса, бәріміз жақсы көреміз да оны. Ал бірақ былай айтқан кезде, сен дүниені жүрегіңе кіргізбе десе, не үшін деп қарсы шығамыз да? Өйткені ода пайда жоқ. Ол тек құрал. Енді қызық айтайын, қызық. Дүниенің иесі кім? Алла Тағала. Енді сен жүрегіңді Аллаға толық берген кезде, дүниені Алла Тағала сенің ізіңнен жүгіртіп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімнің барлық уайымы Алла және ақырет болса, Алла Тағала дүниені оның артынан жүгіртіп қояды. Бұл Алла Тағаланы танитын күш молайтып, жүректі толықтай билеуі қажет. Яғни Алла Тағаланы тану. Мына жерде сәл ұзақ болып кетті. Алла Тағаланы таныған кезде біздің жүрегімізге Аллаға деген махаббат кіреді. Жаңа айтып кеттім, сіз біреуді жақсы қасиеттерімен тани бастасаңыз, сіз оны жақсы көріп кетесіз. Не деген күшті ана қыз. Ой, тегі қарапайым, сондай бәріне жақсылық жасап жүреді, Жаңа бір кумирді, ойбай, мына кумир күшті екен дедім. Соны тану үшін бәленбай кітап оқып, соның өмірбаянын оқып, сол туралы зерттеп, соны тану үшін қаншама еңбек етеді. Ал Алла Тағаланы таны десе, жалқаулық танытады. Қараңыздар. Егер сіз Алланы қатты жақсы көргіңіз келсе, онда Алла туралы ілім алуыңыз керек. Алланы тануыңыз керек. Енді Алла Тағаланы тану үшін қалай танимын мен Алла Тағаланы? Біздің Алла Тағаланы тануға мына ақылымыз шектеулі екен. Біз негізі Алла Тағаланы бүйтіп ақылымызбен өзіміз тани алмаймыз. Сол үшін Алла Тағала бізге Құранды түсіріп отыр. Алла Тағала Құранда өзінің есім сипаттарын айтып отыр. Өзінің көркем сипаттары арқылы мені танысын құлым, жүрегіне махаббат кірсін деп Алла Тағала Құранда өзі туралы толық бізге не береді? Аяттарында бізге айтып береді. Қараңыздар, енді жаңа айтып кеттім, біздің ақылымыз Алла Тағаланы тануға шектеулі. Сондықтан да біз Раббымызды Құран арқылы тануымыз керек екен. Алла Тағала бізге өзін танытатын, өзі туралы бүкіл Алла Тағаланың жаратылыстары туралы, оның жақсы жаманды, бізге бақытты болудың, мына нәрсені істесең бақытты боласың, мына нәрсені істесең бақытсыз боласың. Бүкіл ақпаратты бізге Құран арқылы, бізге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи арқылы, Құран арқылы жіберді. Енді қараңыздар, Алла Тағала не дейді? Бұл адамдар үшін бір түсіндіру, тура жол және насихат деп Алла Тағала өзі айтқанда. Сондықтан да біз Құранды жай ғана мынандай, біз бәріміз арабша үйренеміз, Құран оқимыз. Көп адамдар Құран оқу дегенді қалай түсінеді? Құран оқу дегенді ана арабша әріптерді үйреніп алып, бисмиллахир-рахманир-рахим, арабша оқып жүрмін, ол мен Құран оқып жүрмін деп айтады. Негізі Құран ол тек қана арабша жаңағы бір өлген адамға бағыштап, немесе тек қана зырылдатып оқу үшін емес. Құран оның мағынасына терең үңіліп, әрбір аятында Раббым маған не айтып жатыр деп ойлану үшін жіберілген. Құранның аяттарын оқимыз, ол үшін сауап аламыз. Әрбір әріп үшін сауап аламыз. Бірақ біз сол Құранның аяттарына оқып, терең үңілмейтін болсақ, ол Құранда не айтылған, оның негізгі функциясын біз білмейміз да онда. Қалай біз тура жолды білеміз, егер Құранды оқымайтын болсақ? Алла Тағала тура жолды көрсету үшін сендерге Құранды жібердім деп тұр. Дұрыс па? Енді соның ішінде Алланы тану үшін Алла Тағаланың аяттарына тадаббур жасауымыз керек. Тадаббур деген әрбір аятқа терең үңілу. Мысалы, тәфсір деген болады, Тәфсір деген ол Құран аяты не үшін, мысалы бір сүре болса, ол қандай ситуацияға байланысты түсті, ол кезде қандай оқиға болды, тәфсір, ол аяттың мағынасы қандай, Ал тадаббур сол аятты оқып, соның терең мәніне үңілу. Және содан өзіне ғибрат алу, және сол нәрсені амалға сіңіру. Алланың көркем есімдері арқылы, жаңа айтып кеттім, Алла Тағаланың көркем есімдері бар. 99 есім сипаттары бар, Неге Алла Тағала осы, негізі Алла Тағаланың сипаттары өте көп. Бірақ Құранда бізге осы 99 сипаты туралы айтқан. Енді қараңыздар,
әрбір сипатын біз әр-рахман, әр-рахим, әл-мәлик, әл-құддус деп жаттап алсақ, ол Алланың сипатын таныған болып есептелмейді. Ол әрбір Алланың сипаты біздің жүрегімізге кіріп, менің бойымнан шығып тұру керек қой. Яғни, Алла тағала әр-рахман сипаты бар ма? Мен Алланың әр-рахман сипатын терең түсінген кезде, жүрегіме кірген кезде, мен кез келген жерден Алланың рахымын сезіп тұрамын ғой. Міне, жүрекке кіру деген. Мен кез келген ситуацияда әр-рахман болды. Аллахым мейірімді ғой. Иншалла. Алланың мейіріміне сенім арта аламын. Кез келген жағдайда Алланың мейірімінен үміт ете аламын. Және Алланың мейірімі арқылы өзіме кез келген ситуацияда қолдау ала аламын. Раббым мейірімді ғой, иншалла. Қараңыздаршы. Қандай керемет. Егер сіздің жүрегіңізге ол кәдімгідей сіңетін болса. Мысалы, әл-ғафур сипатын танымасақ, біз Алла тағаладан ешқашан кешірім сұрамайтын едік. Дұрыс па? Бізге әл-ғафур сипатын танытып қойған Алла тағала ғой. Мен кешірімдімін, құлдарым, менен кешірім сұраңдар. Мен сендерді кешіремін деп тұр Алла тағала. Әл-ғафурмын, әл-ғаффармын деп тұр. Біз сол сипатын танығаннан кейін, ол біздің жүрегімізге кіргеннен кейін, біз Алла тағаладан кешірім сұрап тұрмыз ғой. Міне осы жүрекке кіруі Алланың көркем сипаты. Егер сіз әл-ғафур сипатына жүрегіңізге қатты кіретін болса, онда сіз үнемі истиғфардан тіліңіз босамайды. Және сіз Алла тағала сондай мені кешіріп тұрған кезде, мен қалайша басқа біреулерді кешірмеймін деп, сіз де басқаларға кешірімді бола бастайсыз. Көрдіңіз бе? Міне әрбір сипат сенің бойыңнан табылу. Аллахым әл-ғафур болып тұрғанда, бүкіл әлемнің Раббысы, Раббым кешіріп тұрғанда, мен кіммін кешірмейтін? Міне сізге жүрегіңізге сенің. Әссәләм сипаты, бейбітшіл. Алла тағала кез келген нәрседе бізді қауіп қатерден қорғап, сақтап қоюшы. Қандай субханалла Алла тағала. Мен не істеймін? Мысалы, көп адамдар қорқыныш бар жүрегінде. Егер әссәләм есімі сіздің жүрегіңізге сіңсе, ана басқа жүрегіңізде қорқыныштар кетеді. Неге сіздің жүрегіңізде қорқыныш бар? Раббыңызды жақсы танымай жатсыз. Сіз Алла тағаланың әл-хафиз деген сипатын тани алмай жатсыз. Қорғаушы деген. Сіз Алланың қорғауында екеніңізді сіңірсеңіз жүрегіңізге, сіз үнемі Аллаға тәуекел етіп жүресіз. Көрдіңіз бе? Сіңу деген сол. Сен бүткіл жерде Алланың сол сипатын сезіп тұрасың. Мысалы, әл-фаттах деген есімі жүрегіңе кірсе, сен не істейсің? Кез келген ситуация, Раббым, сен ғой жолды ашушы. Сен өзің бүкіл нәрсені ашып жібер. Я болмаса бір нәрсені түсінбей жатсаң, Раббым, осының маған терең түсінігін ашып жіберші. Бір нәрсені түсінбей жатсаң, Раббым, осы ілімді маған ашып жіберші. Көрдіңіз бе? Және ашатынына сенімді боласыз. Өйткені сіз Раббыңызды жүрегіңізде сезесіз. Сол сипаты арқылы. Негізі мына хадис, кімде-кім Алла тағаланың 99 есім бар. Кімде-кім сол есімдерді жатқа білсе жәннатқа кіреді деп айтылады. Сол жерде мына сөзді көп айтпай кетеді. Кімде-кім шын жүрегімен дейді. Мына жүрекке кіріп солай айтатын болса, жәннатқа кіреді деген. Жәннатқа кіреді деген. Алла тағала жәннатты уәде беріп тұр. Неге? Сенің жүрегіңе ана сіңген кезде, сенің амалыңнан ол міндетті түрде көрінеді. Сондықтан 99 есімді сылдырлатып жаттау емес, әрбір есімді жүрекке кіргізу. Жаратылысты ой жүгірту арқылы, жаратылыстарға ой жүгірту арқылы. Тафаккур, яғни біз егер Алла тағаланың, мысалы Алла тағаланың аяттары, аспандар мен жердің жаратылуында ойланатын жандар үшін белгілері бар, және Алла тағаланың аяты бар. Белгілері бар деген не? Белгі деген сөз негізі аят деген сөз. Негізі кез келген аят ол бізге белгі. Алла тағаланы танытатын. Сол сияқты мына жаратылыстың бәрі де аят, белгі. Бізге Алла тағала туралы айтып тұрған. Ана менің бір өлеңім бар, тілсіз емес табиғат деген. Яғни сіз осы ең алғаш намазға келген кезде, не үшін өмір сүремін, жалпы Алла туралы түсініп, осы Алла тағаланы таныған кезде, мен өткен жолы айтқан болатынмын, сонда далаға шықсам, маған бәрі сөйлеп тұрған сияқты болып әсер етті. Содан мен өлең шығардым. Тілсіз емес табиғат деген. Яғни аспанның батуы, жердің
жаңағы жердегі өсімдіктердің бүршік жаруы, оның бәрі саған тіл қатып тұр. Егер сен жүрек көзің ашылатын болса, саған бүкіл нәрсе Алланың ұлықтығы туралы сөйлеп тұрады негізінде. Сонда ең бірінші далаға шыққан кезде маған көзіме түскен нәрсе ағаштар болды. Жаңа енді түсіндім ғой, ислам туралы осы нәрсенің бәрін Алланы былайша айтқан кезде жүрегіммен таптым. Бұрындары енді Құдай деп жүреміз ғой, ораза ұстап жүреміз, бірақ мәнін түсінбегем да. Сонда ана ағашқа қараймын да тұрамын ғой. Өзім далаға шықтым. Көзімнен бір очкиді алып тастаған сияқты. Далаға қараймын да, прям ғашық боламын, бәріне қараймын да ғашық боламын. Кәдімгі жүрегім дүрсілдеп, бүкіл нәрседен Алла маған бір сөйлеп тұрған сияқты бәрі Алланы танып. И сол кездегі көзім түскен нәрсе, менің Казгуда тұратын ол кезде ағаш көп тұғын. Сол ағашқа қараймын да, қарап тұрамын, сонда маған ой келеді ғой. Ана ағаш жерден өсіп шығып жатыр, иә? Негізі ол өсіп ұзын болып неге аспанға дейін кете бермейді деймін да. Белгілі бір жерге барады да тоқтайды. Бәрі сондай. Мысалы, ақтерек болса бәрінің бойы бірдей. Белгілі бір жерге барады. Сонда мынаны сол жерге барып тоқтатып тұрған не нәрсе деймін да. Мына аспанға дейін өсіп кете берсе болатын еді ғой. Яғни осылай ойлана берсең шыға береді екен. Сонда Алланың бұйрығымен ол тіпті ағаштың бойының қанша болатынына дейін Алла тағала өлшеп, Алла тағаланың мусауир деген есім бар. Пішінді, бүкіл нәрсені өлшеп пішіп қойған. Иә? Бейне беруші. Яғни Алла тағала бүкіл, егер сіз сол есімі жүрегіңізге кірсе, кез келген нәрседен Алла тағаланың сол сипатын көріп тұрасыз да. Яғни тафаккур жасағанда Алланың көркем сипатын көріп тұрасыз. Сол кезде ана как раз немен мектепте жұмыс істеп жүрдім да, сол кезде коллективпен Көлсайға бардық. Мен Қызылорданың қызын бір жақта табиғаттандай да, кішкене жасыл аз деген сияқты. Ана Көлсай жаққа баратқанда менің сол кезде жаңадан намаз бастап жүргенім осылай бәрін жүрегімен бүкіл нәрсені көріп жүрген кезде, адамның жүрек көзі ашылған кезде, иманға келген кезде жүрек көзі ашылады. Абай атамыз бекер айтпаған. Жүрек көзі ашылса, хақтың түсер сәулесі. Хақтың түсер сәулесі. Біз иманға келген кезде жаңа айтып кеткен жүректің көзі ашылады. Біз оны просто ойсыздықпен, ғапылдықпен жүректің көзін жауып тастаймыз да. Содан кейін біз басқа бір нәрсеге қарағанда ешқандай нәрсе әсер алмаймыз. Сонда адам иманға келген кезде жүрегінің көзі ашылады. Сол кездер ғой, жаңадан намаз бастап жүрген кезім, Көлсайға бардым. Сонда мен ғой отырдым, терезені ашып. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ана каньон, жаңа бірдемелер өмірімде көрмегем ғой. Не деген Алла. Ана барып қайтқанша менің аузымнан Аллаху акбар деген сөз түскен жоқ. Бәріне қараймын да, ана жүрегің көзі ашық тұр ғой, ана прямо жүрегіңнен Алланың ұлылығын сезесің ғой, жүрегіңнен. Сондықтан да тафаккур жүрегіңіздің көзінің жабылмауына әсер етеді. Біз неге иманымыз әлсіреп кетеді? Біз иманға келеміз, жүрегіміздің көзін ашады Алла тағала. Бірақ біз сол нәрсені қамсыз, ғапыл күйде қалдырып қоямыз да, ол не істейді? Біз жүрегіміздің көзі бітеліп қалады деген сияқты, көрмей қалады да. Алла тағала айтады Құранда, көздер бар дейді, бірақ көрмейді. Құранда айтады Алла тағала. Құлақтар бар, естімейді. Сол сияқты біздің мынау көзіміздің болуы, ол біздің көретінімізді білдірмейді. Қаншама соқыр адамдар бар, олар соқыр болса да жүректері көреді. Алланы солай жүрегімен таныған. Құлағы естімейтін бір кісі бар, мен білем. Ана Құранды оқығым келеді дейді. Құран өмірінде дауыстап естімеген, бірақ Құранды оқиды. Өзінің дауысын естімесе де. Жылайды намазда тұрып. Бір қыз көзі соқыр болып қалды, сонда бір неде жүрген кезде. Ана қыздан сұрап жатыр ғой, неге сен енді қандай өкінішің бар деп. Ол айтпайды да, көзім соқыр болып қалды, шіркін көргенде ғой деп айтпайды да. Ол айтады дейді, менің бірақ қана өкінішім бар дейді. Шіркін көзім көретін кезде Құранды неге көбірек оқымадым деп. Қатты өкінемін дейді. Қараңыздар. Сонда біздің көзіміз бар, бірақ жүрегіміздің көзін ашпаймыз. Тафаккур жасау арқылы Алла тағаланы шексіз махаббатын жүрегімізге сіңіреміз. Яғни Раббымызға деген махаббатты. Ол енді бөлек сезім. Сіз уже тафаккур жасай бергенде жүрегіңіздің көзі ашылғаны, айтып тұрмын ғой, уже табиғатқа далаға шықсаңыз бітті, кез келген нәрсе сіздің көзіңізге жас алып келуі мүмкін. Алланың құдіретін сезім. Кезінде сахабалар Алла тағаланы қатты танығаннан, олар Алланың сөзі ла илаха илlallah деген дауысты естіген кезде, айтқан сөз естіген кезде көздерінен жас моншақтап аға беретін болған.
Енді қызық айтайын, мына иманның дәмі болады. Мына рухымыз, рухымыз сондай бір, негізі біз кез келген нәрседен ләззатты жүрек арқылы аламыз ғой. Кез келген нәрседен. Қуансақ та жүрек арқылы ләззаттанамыз. Бір қандай да бір жақсы жағымды нәрселерді жүрек арқылы аламыз. Енді қараңыздар, бізде иманның ләззаты болады. Ол ләззатты сіздер жаңадан алғаш намазға тұрған кезде сезген болуларыңыз мүмкін. Өйткені Алла тағала адам иманға келген кезде жаңадан жүрегін тап-таза жаңа туған сәбиткіндей қылды. Бүкіл күнәларын кешіреді екен, ойлаңызшы, бүкіл күнәларын кешіреді. Сол кезде адамның жүрегі тап-таза, жүрек көзі ашылған иманның ләззатын сезеді. Кейін біз намаз оқи жүріп күнәлар жасап, харамға қарап қойып, сол нәрсені жоғалтып алып жатады екенбіз. Сонда қараңыздар, иманның ләззатын сезу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде мына нәрсе болса, ол иманның дәмін сезеді дейді. Не деген кезде? Алланы және оның елшісін бүкіл нәрседен артық жақсы көрген кезде. Сондықтан да біз, және үшіншісі не дейді? Тозаққа түсуді қалай жек көрсе, бұрынғы кезге кетуді солай жек көреді. Қазір адамдар хиджабқа киіп алады да, қыздар. Хиджаб киместегі кезін есіне алып, шашын көріп, вау, мына кезім деп жүреді. Жоқ, сіз ол кезіңізді жек көріңіз, болды. Сол кезде сен шынайы ләззатын сезесің, иман. Болды, Раббым маған мына өзі жақсы көретін, өзі сүйетін образды берді. Мен осыны жақсы көрем, болды. Бұрынғы кезге қайтуды жек көреді. Міне иманның ләззаты. Неге біз иманның ләззатын? Сонда бізге осының шешімін беріп тұрды. Менің жүрегім Алланы бүкіл нәрседен артық жақсы көрсе, менің жүрегім тірі болады. Енді қараңыздар, біз мына соң Алланы танитын, жаңа Алланы жақсы көретін нәрселерді жасамай кетеміз. Көрдіңіз бе? Енді саған айтып тұр Алла тағала. Жаңа айтып кеттім, бір ғалымды ма кімді, мысалы Нұрсұлтан ұстазды жақсы көреді қазір көп, Ерлан ұстазды жақсы көреді. Ойбай, сол ұстаздың кітабын оқисыздар. Ол қандай жаңағы не екен деген, сол туралы бір ақпарат алуға тырысасыздар. Енді сіздер Раббыларыңызды жақсы көресіздер. Неге Раббыларыңыз туралы білім алмасқа? Неге мен Алланы тануға ұмтылмаймын? Алла тағаланы тануға ұмтылған кезде менің махаббатым артады. Аллаға махаббат марафонын, неге марафон түрінде? Себебі тұрақты түрде осы 3 бағытта, яғни ең бірінші Құранға аяттарына терең үңілу. Жай ғана бүйтіп, мына аят емес, соның ішіне кіреміз да, әрбір аяттың сырына. Одан кейін көркем сипаттарды, жай ғана мағынасы емес, сол сипатты, мысалы, марафон бойынша бір 15 сипат болсын, сіздің жүрегіңізге 15 сипаттың кіруінің өзі жаттаудан бөлек, сіз басқа адам боласыз деген сөз. Сіздің айналаңыздан Алланың жүрегіңізбен сезетін дәрежеге жетесіз. Яғни осы Алланың көркем сипаттары, және үшіншісі тафаккур. Тафаккур, мысалы, жай ғана бір сабақта біз бір ғана жаратылыс туралы тафаккур жасауымыз мүмкін. Біз білмейтін қаншама мәліметтер бар да. Тафаккур жасаудың өзі адамның жүрегін тірі қылады, оятады, иншалла. Осы марафонда Алла бұйырса біз бір ай бойы аптасына 3 рет бір күн көркемесіндер, 1 сағат бойы көркемесіндер өтеміз, 1 сағат бойы тадаббур жасаймыз, келесі, мысалы, аптасына 3 рет қой, 3-ші сабақта тафаккур жасаймыз.